Барған соң білесіз. Жоқ, қазір қолым бос емес еді. Жұмысқа баруым керек. Мен кетіп бара жатырмын. Сау болыңыздар. Неге соңымнан қалмайсыздар? Ана жақта ма? Жоқ. Тағы бір жол шығайық. Сендер ана жаққа барып жарайды. Таптық. Жіберіңдер дедім. Жіберіңдер. Танаш, отырға не? Жібер. Отыр. Міне саған. Кеттік. Жібер дейм. Мә саған. Қане, кеттік. Жіберіңдер мені. Жоқ. Айда. 좋은 냄새. Қандай жұпар иіс. Гүлге толы көгалда жатқан сияқтымын. Жып-жылы. Біреу сылап сипап жатқандай. Біреу денеме қолын тигізді ме? Липосакцияны қолданбасақ та болады. Одан бәрібір пайда жоқ сияқты. Енді балауызды алып тастайық. Қанеки? Бұл алғаш рет болды. Сондықтан бәріміз таң қалдық. Жас қожайын алғаш рет қыз әкеліп тұр. Жас қожайын, бірдеңе сұрауға бола ма? Болады. Айтыңыз. Біздің елде ма бұл? Мен Кореядамын ба? Иә, Кореядасыз. Мынау президенттің сарайы емес пе? Жоқ. Тағы да сұрасам бола ма? Сұрай беріңіз, Бикеш. Мен Бикеш емеспін. Мен Чандимін. Кім Чанди? Иә, Ким Чанди Бикеш. Мұнда мені неге әкелдіңіздер? Мұны өзіміз де білмейміз. Ал енді қайда барамыз? Келдік. Ол сізді күтіп отыр. Күтіп отыр? Кім?
Джиху ма мынау? Сен бе? Мұнда не қып жүрсің? Негізі бұл менің үйім. Сенің үйің? Сонда қалай, Көчімпе, мынау сенің үйің бе? Иә. Ал... Маған не істемексің? Ойлағанымды іске асырып қойдым. Міне қара. Өзіңде таңғалып тұрған шығарсың. Ақшаның күші деген осы. Ұсқынсыз үйректі де ақ тырнақ айналдырып жіберуге болады. Мүмкін аққуға шығар. Жарайды. Мұны не үшін істедің? Мұны кім сұрады? Ақымағым-ай. Егер мен ұнатып қалсаң, ашығын айтпайсың ба? Әлде сөзің ісіңе қайшы бола ма? Чөмпе, әзілдің де шегі бар. Мынауың адамды ұрлап әкету деп аталады. Бұл ауыр қылмыс, біліп қой. Мұнда ешкім жоқ. Сондықтан сезіміңді ашық білдіре бер. Бүгіннен бастап, мектептен тыс жерде маған сөйлеуіңе болады. Не? Мұндай ұсыныс жасат деп күтпеп пе едің? Тағы қайталайын ба? Егер мені тыңдайтын болсаң, сені өзімнің сүйген қызым деп санайтын болам. Оңаша жүргенде. Мені түсіндің бе? Есің дұрыс па? Есіңнен адастың ба? Сен не деп тұрғаныңды білемісің өзің, а? Мені кім деп тұрсың? Болды, жетер. Мен кеттім. Өзіңнің басыңда ми жоқ екен. Жолымнан бұлай тұр. Үстіңдегі киімнің қанша тұратынын білесің бе? 100 мың. Не? 100 мың? Иә. Бұл мен үшін түкке тұрмайды. Егер менімен болсаң, күн сайын одан да көп ақша жұмсауыңа болады. Әлде бұл ұсынамай ма саған? Есің дұрыс па өзіңнің? Сен сияқты есуас күн сайын жыныма тие берсе, есім қайдан дұрыс болсын? Сені алғаш көргеннен бастап, өзімді жын ұрған адамдай сезінем. Дереу өз киімімді әкеліп бер! Мынау не сұмдық? Лақтырып таста бәрін. Неғып тұрсың? Сендер не? Естімей тұрсыңдар ма? Мақұл, жас қожайын. Бәрін жұмыстан шығар. Кімді? Анау қызға қызмет көрсеткендерді. Солай шашқия екен. Ал киімі ше? Тәуірлеу киім табылмады ма? Олардың орнына ең үздік шеберлерді шақыр, жылдам. Бүгінгі қызмет көрсеткендердің бәрі еліміздегі ең үздік шеберлер. Демек олардан да қымбатын шақыр. Айтқаныңыз болсын, қожайын. Анау не? Ара жүр, ара жүр, құтқарыңдар, ара жүр, шағып алмасын, ара жүр, құтқарыңдар. Ұшып кетті ме?
Болды ма? Иә, қуып жібердік. Шайды сен әкеліп пе едің? Кешіріңіз, жас қожайын. Жұмыстан шығар. 오늘 화장실이 우리 집보다 넓어. Жуынатын бөлмесі біздің үйімізден екен ғой. Не бол саған кім Жанди? 어쩌자는 거야? Айтатын сөз таппай қалдың ба? Тағы бірден айтайын. Бір нәрсені білмейді екенсің. Достарды ақшаға сатып ала алмайсың. Оларға достық ниет білдіреді. Ақшаға сатылмайтын ештеңе жоқ. Білсең айтшы. Не бар? Бұл әлемде ақшаға сатып алмайтын нәрсе бар ма өзі? Иә, қарапайым халықтың өкілі. Білсең айт қане. Айт. Жыным ұстап тұрғаны. Ай, не болып кетті өзі? Тағы да сен бе? Осы сұрақты мен де қояйын деп ем. Қайда бара жатырсың? Үйге. Өзіңше? Мен де үйге бара жатырмын. Осы түріңмен бе? Жағдай солай болып қалды. Несі бар? Біз үнемі бір түрлі жағдайда кездесеміз. Иә, солай. Сенен бір нәрсе сұрасам бола ма? Дүниеде ақшаға сатылмайтын нәрсе бар ма? Әлемнің бүкіл байлығын берсе де сатылмайтын. Әлде жоқ па? Ондай нәрсе болмай ма? Ауа. А? Ауа. Иә, дұрыс айтасың. Дұрыс. Бұл неге есіме келмеді екен, а? Өзің қызықсың.
кийип ал. Әйтпесе мына түріңмен есі дұрыс емес деп ойлап қалар.